Қысқа мерзімді жоспар құрудың маңызды 5 қағидасы. Сабақ мақсатын дұрыс құру, саралап оқыту, бағалауды дұрыс жоспарлау, тапсырмаға сай әдіс-тәсілдер, кері байланыс, рефлексия. Оқу мақсаттары оқу бағдарламасына сәйкес өзгеріссіз алынады. Сабақ мақсаты оқу мақсатына негізделіп шығарылады. Яғни ескеретін жайт тұйық етістікпен аяқталады. Келесі қағида саралап оқыту. Оқушылардың тапсырма орындаудағы қабілеттерін, мүмкіншіліктерін ескере отырып оқыту болып табылады. Соның ішінде сабақ құрылымын құрғанда уақытты дұрыс пайдалану керек. Оқу мақсатына жету үшін қойылатын шарт: бір оқу мақсатына 2 бағалау критерийі қойылған дұрыс. Бағалау критерийін негізге ала отырып, оқу мақсатына жету үшін дұрыс дескриптор құрастыру маңызды, және тапсырма түсінікті, нақты болуы керек. Келесі қағида тақырыпқа сай әдіс-тәсілді дұрыс таңдау. Яғни топтық, жұптық, жеке жұмыс тапсырмаларын берген кезде тапсырмаға сай ұтымды әдіс-тәсілдерді қолдану маңызды. Сабақтың нәтижелі болуының бірден-бір көрсеткіші кері байланыс. Кері байланыс арқылы оқушы өз-өзіне есеп беруді дағдыланады. Сабақтың қызықты, қызықсыз, сапалы, сапасыз өткеніне оқушылар өз эмоциясын білдіріп үйренеді. Кері байланыс жоғары деңгейде берілу керек. Мақтау, қателік айту, қателікті түзететін ұсыныс беру қажет.